Ассалаумағалейкум бауырлар. Мына менің кіреберісім үйімнің прихожийі. Осы жерге аяқ киім қоятын. Мына жерге прихожий істеу керек болып жатыр. Шкаф, аяқ киім қоятын. Ұзындығы 1,50 болады да, ені 30 болады. Соның қазір қалай дайындалатынын сіздерге көрсетемін. Осы жерге мына аяқ киім қоятын. Осындай бір прихожий істеймін. Аяқ киім қоятын. Жұмысымызды бастадық. Инструменттер бәрі дайын. Инструменттер, міне материалдар. Осы материалдардан істейміз, бәрін дайындап қойдық. Осы материалдардың бәрін қолданамыз. Бірінші біз мынау боковойдан бастайын деп жатырмыз. Боковой ламинаттардан 6 боковой ламинатымыз бар. Міне солардың астыңғы жағын компроматқа тесіктен тесіп дайындап қоямыз. Қазір құдай қаласа бірінші осыдан бастаймыз. Өйткені үстіңгі жақта тек қана угольник болады. Үстінде крыша тегіс болу үшін угольниктармен қатырамыз. Нелерді, полкаларды компроматпен қатырамыз. Тек қана мына жақтағы көрінетін жақтағы боковойды ішінен угольникпен қатырамыз. Сол себептен бірінші қазір компроматқа бәрін тесіп дайындап аламыз. Одан кейін барып нелерін қатырамыз. Одан кейін уже екінші этап бізде уже мына полкаларды қатыру болады бір-бірімен. Ең соңында астымен үстін қатырамыз. Қазір бастаймыз. Бірінші біз боковой ламинаттың алдыңғы жағының астын тесеміз компроматқа. Ол үшін бізде мынандай өзінің дайындап қойған меркам бар. Көрдіңіздер ме? 3 сантиметрге, 4 сантиметрге, 5 сантиметрге және 0,8 миллиметрге арналған осындай мен меткам бар дайын. Осындай істеп алсаңыздар болады өздеріңіз үшін. Қараңыздар, алдын 3 сантиметр алатын болдық. 3 сантиметр қоямыз метканы. Қаламмен сызамыз. И мына өзінің нем бар. Сонымен бірден орнын дайындап кетеміз. Кескенге сверломен. Міне бірінші беті бітті. Екінші бетін аламыз. Метка қоямыз. Бірден сразу орнын дайындап кетеміз міне. Бірінші, екінші біздің міне ламинат уже дайын. Көрдіңіздер ме? Қазір міне орнын дайындап қойдық. Енді келесін үйістіп, келесінде дайындап қоямыз. Боковой полканың астын тесіп дайындап қойдық. Енді біз ортаға түсетін полканың орнын дайындаймыз. 60 сантиметрді 3-ке бөлдік. 20-дан түсетін болды. Енді қараңыздар. 20 сантиметрден аламыз. Мысалы, 2 сантиметрден алдық мұны. Мерканы қоямыз. Мерканы қойып, сразу бірден 20 сантиметр белгілеп алсақ болады мұны. Қараңыздар. 20-ны қойдық. 20-ны қоямыз. 20-ны сызамыз. 40-ты сызамыз. Осы жерден бір сызамыз, бір тесеміз. Мына жерден бір тесік тесеміз. Осы 2 сантиметр осы жерден, 2 сантиметр арт жағынан болады. Мына жерлерден. Сол 2 сантиметрден қараңыздар, бірден сразу тесіп кетсек болады. Қараңыздар. Орнын бірден дайындап кетемін. Бұл бізбен тесіп қойып атқан себебім сверлоның орны дайын болады. Сверло тайып кетпейді, бірден осы орны тесе береді. 3 сантиметрден астынан қалдырдық орны тесіп. 3 сантиметрден полканы қатырғанға қалдырдық тоже мұны. 3 сантиметрден полканы қатыру үшін. Екі шетінен, мына шетінен и мына шетінен 2 полка түсетін болды. Солардың орындарын дайындап қойдық, соны тесеміз. Қоямыз. Bunu kesip dayındап қойдық достар. Енді қазір мына беттерін тесеміз. Дайын тұрған жерлерімізді тесіп шығамыз.
міне достар, өздеріңіз көргендей 4 жер дайындап қойдық полканың орындарына. Үстікке бәрін тесіп шығамыз, содан кейін барып полкаларды қатырамыз. Бұл полкалар мынау болады біздің. Осы полкаларымыз мынаған былай түседі міне. Осыған осылай түседі міне. Көрдіңіздер ме? Осыған 3 см полкадан мына екі шетінен 3 см-ден орын дайындау керекпіз. Бәрін тесіп болдық, бәрін. 4 жағында тесіп орын дайындап қойдық. Енді осын қазір тесіп дайындап жібереміз. Астыңғы полымыз ұзыннан болатын. Осыған үстінен қазір полкаларды мінгіземіз. Мына полкалар. Біздің астыңғы пол, сол полдың үстіне былайынан полкалар міну нелер, боковой стоякты, боковой нелер мінеді, ламинаттар міну керек үстіне. Соған қазір нелерден әр жерінен 3 см-ден кесу керекпіз. 60 см-ден кесіп, соны қоямыз қазір. Міне нелерді қараңыздар. Қазір 3 см өлшеп аламыз. 3 см өлшеп аламыз. Одан кейін бұлайынан тағы да 3 см өлшейміз. Бұлайынан тағы да 3 см өлшейміз. Көрдіңіздер ме? Түскен жерде. Келесі тағы да 3 см. 60-тан алдық. Міне 60-тан бөлеміз ғой әр нені. Бір шкаф 60 см болды, соны тағы да бөлдік міне. Дайындап қойдық, енді соны тесу керек. Полкалар мен боковойларды құрастырамыз, Құдай қаласа. Қойып алайық. Достар, бір бетін қатырып қойдық. Енді құрамызда келесі бетін қатырамыз. Достар, міне бірінші полка дайын. Бұл бізге бұлайынан тұрады қазір міне. Бұлайынан тұрады. Бұлайынан тұратын болады. Осылайынан тұратын болады міне. Соңғы неміз алып, полкамыз соңғы қатып жүрейік. Енді мынаған қатырамыз. Достар, міне полканы дайындап қойдық. Шкафты енді крышасын и полын қойсақ, есіктермен бірге болды, дайын болады. Достар, қазір мыналарды қатырамыз. Астыңғы полын қатырамыз, шкафтың. Прихожийдің. Астыңғыларын, шуптарын қатырамыз қазір. Міне мынау крышасын, полын қойып қойдық. Мұның полканы дайын. Құдай қаласа есігін саламыз. Бұлайынан 2 см өлшеп аламыз. Мына жағынан да 6 см аламыз. Бұлайынан екі топта түсірдім.
осылайынан екі тосқа түсетін болады. Мынаны қатыраның алдында сөзсіз түрде бірдей болу үшін алдындағысын қойып алсаңыздар болады. Өйстіп міне көрдіңіздер ме? Сонда түзу тұрады. Өйстіп тұрып сразу қатырамыз, меткасын қойып, өйстіп қойып бірден қатыру керек. Түзу шығады. Ручкалардың орындарын дайындаймыз. Міне ручкамыз мынау біздің. Екеуінің ортасының қашықтығы 9,5 сантиметр. 9,5 сантиметрді біз ортаға бөлдік. Мен осындай меркам бар өзім. Сонда бізден аумыз 59-да мынаны қараңыздар, 24-те 6 қылып бөлеміз. 24-те 6 қыламыз. 24-те 6. Одан кейін былайынан 3,5 сантиметр қыламыз. Мына екі орта 3,5 сантиметр болатын болды. 3,5 сантиметр сызып аламыз. Метка қойып, ручка. Осылайынан болады. Қатырып жатырмыз. Арт жақтағы стенасын бөлігімен қатырып жатырмыз. Бәрін естіп қатырып шықсақ болады. Есікті қатырардың алдында нелерді сөзсіз түрде регулировкаға қойып алыңыздар. Мынаны көрдіңіздер ме? Ортаға қойыңыздар, ортада болсын, кейін чтобы жоғары көтеріп не қылғанға. И мынаусында регулировканың ортасына қойып алыңыздар. Кейін өзіңіз есікті регулировка жасай бересіздер. Так, бастаймыз. Есігін салып қойдық. Бәрі законно. Кейін аяқтарын саламыз, ножкалар. Аяқтарын қойайын деп жатырмыз. Үстің жағына 2 сантиметр алдық. Боковойынан тоже 2 сантиметр алдық. Осыған қазір ножканы қатырамыз. 150-ді 3-ке бөлдім. 6 ножка қоям. Осымен біздің ең соңғы этапымыз бітеді. Ножканы қойып тастаймыз. Міне болды. Міне достар, аяқ киім салатын прихожий шкафты істеп қойдық. Міне. Көріңіздер. Міне. Мен видео ұнап жатқан болса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.